Сіз бұл TikTok тағы фокус немесе жай ғана сәттілік деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл нағыз физика. Мен Арсен және бұл Салем ТВ-ның жаңа танымдық жобасы Салем Лаб. Біз мұнда трендтердің артынан ғылымды зерттейміз. Таң қалуға дайынсыз ба? Бәрі тік бағыттағы күштен басталады. Біз шарикті қойдық, жер оны тартады. Бірақ феннің ауа ағынынан оны жоғарыға қарата итереді. Күштер теңеседі де, шарик бір орында тоқтап қалады. Бұл оңай, бірақ шарик неге жан-жаққа қарта ұшып кетпейді? Міне, қызық осында жатыр. Көпшілік тек Бернулли заңын айтады, бірақ басты рөлді басқа құбылыс ойнайды. Ол Куанда эффектісі. Ауа ағыны шарикке соғылғанда одан секіріп кетпейді. Ол оны айналып жабысып өтеді. Бұл су шүмегіне қасықты жақындатқан сияқты. Су қасыққа жабысып ағады. Куанда эффектісі арқылы ауа шарикті айналып сыртқа қарай тебіледі. Куанда эффектісі физикалық тұрғыдан айтқанда ол екі атмосфералық қысымның айырмасы бір-бірінен. Яғни ол белгілі бір ортада, белгілі бір поток ағынның арасында ауа сиретіледі, сыртында тұрған ауа қысымы жоғары болғандықтан кез келген жаңағы шар біздің ұшып шығып кете алмайды. Біз оны жылжытып отырамыз, сонымен ол жылжып отырады. Тіпті мен фенді аздап қисайтсам да, ол қуамайды. Куанда мен Ньютон оны жан-жақтан құшақтап ұстап тұр. Ал шариктің кішкене билеуі бұл оның артындағы пайда болатын ауа құйындыларынан. Ал Ньютонның үшінші заңы бойынша әрекетке қарсы әрекет бар. Ауа сыртқа тепсе, шарик бізді кері итереді. Яғни, ағынның ортасына қарай. Міне, осы реактивті күш оны ортада ұстап тұрады. Бүкіл табиғаттағы планеталардың арасындағы тартылыс күші, өзара мысалға ай менен жердің арасындағы тартылыс күші, тағы да күн менен басқа планеталардың арасындағы тартылыс күшінің бәрі Ньютонның үшінші заңы бойынша кез келген күшке қарсы күш бар деп барлығы табиғи баланста тартылып тұр. Енді сіз TikTok-тағы трендтің артында қаншама күрделі заңдар бар екенін білесіз. Физика бұл жай ғана кітаптағы формула емес, ол біздің айналамыз. Ғылым хайптан да қызық екенін дәлелдейтін Салем Лаб жобасымен бірге болыңыз. Келесі тәжірибеде кездескенше!